Сәлем оқырман, біз бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын хот-догтың нанын дайындаймыз, яғни хот-дог дайындаймыз. Алдымен жылы су, жылы сүт және тұз, секерді қосып, жақсылап тұз, секер ерігенше араластыратын боламыз. Одан кейін бір жұмыртқа, оны да жақсылап араластырып аласыздар. Және балғын аштықы қосамыз, және араластыратын боламыз. Одан кейін ертілген сары май қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды осылай барлығын талып тастайтын боламыз. Және қолмен қамыр үйлеп, жұмсақ болып шығады, қамырымыз қолға жабысатындай болып шығады. Және ең соңында сұйық май қосып үйлейтін боламыз. Сұйық май қосып үйлегеннен кейін қамырымыз қолға жабыспайтындай әдемі жылтырақ қамыр болып шығады. Қамырымызды үйлеп болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Бір сағаттан соң ашытқан қамырымызды түсіріп аламыз және бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөлігін 100 грамм қылып өлшеп алсаңыздар болады. Көзбен өлшесеңіздер болады. Мен бәрі бір келкі болсын деп 100 грамм қылып өлшеп алдым. Және осылай қылып жұқалап жаясыздар. Жайып болғаннан кейін бүктейсіздер. Екі жағынан бастап бүктейсіздер. Бір жағын 3 рет, екінші жағын 3 рет видеодағыдай бүктеп шығасыздар. 1, 2, 3, екінші жағын 1, 2, 3. Осылай бүктеп, арасын қосып, бүгіп шығасыздар. Осындай ұзынша нан болып шығады. Түсінікті болу үшін екіншісін көрсетемін. Осылай жұқа қылып жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды бүктейтін боламыз. Осылай бүктеп, екі жағын бүгеміз. Және үстіңгі жағында бүгіп, ұзынша қамыр қылып жасап аламыз. Бізді көтеруге 10-15 минутқа жылы жерге бетін жауып қоятын боламыз. Оған дейін қамырымыздың бетіне жағатын сұйықтық дайындаймыз. Бір жұмыртқа, оған сұйық май, бір ас қасық шекер салып, жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін шұжықтарымызды екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Қызартып нанымыз көтерілді, жаңағы жұмыртқамызды бетіне жағатын боламыз. Барлық жерге жеткізіп жағасыздар, өте жылтырап, әдемі нан болып шығады. Бетін күнжітпен сәндеп қойсаңыздар болады. Өте әдемі болып шығады. Нанды 180 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Міне осылай жұмсақ, әдемі нан болып шықты. Осы нанмен дүкенге хот-дог тапсырып пісіріп сатсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып үлбіріп тұрады. Осылай екі ортасын кесіп, кетчуп, майонез жағып, қалауынша ішіне помидор, огурцы, болмаса корейский салат қоссаңыздар болады. Жаңағы шұжығымызды, яғни сосискамызды салып, бетіне кетчуп или майонезбен әсемдеп қойсаңыздар болады. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса каналға тіркеліп кетіңіздер.